Сәлем достар, Нео Казакс саяхатын жалғастыруда. Міне біз Yellowstone National Park саябағына кіріп келеміз. Жалпы бұл парк ақштағы топ 5-ке кіретін 1872 жылы ашылған әлемдегі ең алғашқы ұлттық парк. Парктың астында әлемдегі ең ірі супервулкан жүйелерінің бірі орналасқан. Ол кәдімгі конус тәрізді тау емес, үлкен магмалық жүйе болып табылады. Парктың аумағы 9000 шаршы шақырым. Бұл супервулканның астында үлкен магма камерасы бар. Сол себепті жер бетінде әртүрлі геотермалдық құбылыстар байқалады. Мысалы, гейзердің атқылауы, ыстық бұлақтардың қайнауы және жерден бу шығуы осы магмалық жылудың әсерінен болады. Тарихта бұл жерде 3 ірі супер атқылау болған, шамамен 2 миллион, 1 миллион және 640 мың жыл бұрын. Қазір вулкан ұйқыда, яғни әлі де белсенді. Ғалымдар жақын арада атқылау қаупі жоқ дейді. Бірақ ол әлемдегі ең мұқият бақыланатын вулкандық аймақтардың бірі. Біз бүгін Yellowstone National Park'тағы ең бірінші нүктеміз Grand Prismatic Spring деген жерге келдік. Бұл ақштағы ең үлкен ыстық бұлақтар. Магма жердің астындағы суды қыздыруынан пайда болады. Жалпы мына жердің барлығында гейзерлер өте көп. Әлем бойынша жартысынан көп гейзердің барлығы осы ұлттық паркте орналасқан Yellowstone'да. Әр жерде міне. Кішкентай, үлкені бар. Көп. Бұл да бір гейзердің түрі. Қараңдар қалай биікке. Басы тап-таза, тып-тыныш. Мына жерде интернет жұмыс істемейді. Тек судың сарқыраған дауысы, құстардың әні. Тып-тыныш жер. Күшті. Мына табиғатты камера бәрібір жеткізе алмайды. Бір рет болсын өмірде келіп көру керек жерлер. Бизонның іздері жатыр. Бұл Grand Prismatic Spring'нің осындай көк, жасыл, сары, қызғылт сары сияқты түрлі түсті сақинасы бар. Бұл түстерді термофиль бактериялар жасайды. Судың температурасы шамамен 70 градус ыстық. Біз Old Faithful деген екінші нүктеге келдік. Бұл жерде гейзер, бірақ биікке прям атқылап тұрады каждый 90 минут сайын. Сол жерге келдік. Өзіміздің юрталарды көріп қойыпты. Юрт 2 дейтін. Мына жерде аюдың спрейін арендаға береді екен. Біз сатып алғанбыз. Біздің киіз үйлер. Мына жерге спрейді арендаға аласың да, сосын мына жер жауып болса, ішіне салып кетесің. Да? Сондай өзім, иә. Жақта аюлар көп. Олар мусордың есігін, машинаның есігін оңай ашып алады екен, сол үшін мусорның есігін аюлар ашылмайтындай етіп істеп қойған. Барлық жерде бірдей. Гостиница осындай. Бұның ішінде гостиницалар өте қымбат тұрады. Old Faithful Yellowstone'ның және әлемдегі ең әйгілі гейзерлердің бірі. Орта есеппен әр 90 минут сайын атқылайды. Атқылау кезінде 14-32 мың литрге дейін ыстық суды 30-55 метр биіктікке лақтырады. Гейзер 1870 жылы әрдайым уақытында атқылайды деп байқалғандықтан Old Faithful, яғни ескі сенімді деген атау алған. Табиғаттың дәлдігі мен күшін көрсететін ең танымал гейзерлердің бірі. Бизондар жүруі мүмкін, да? Do not approach wildlife дейді. Қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр. Погода да күшті болып тұр бүгін жылы. Күшті болып тұр. Айналамыз осындай.
Конустың ішінде 3 скелет қалып қойған деп жазылып тұр. Бұл жақтарда гейзерлер өте көп. Неше түрлісі бар. Сарысы керек пе, ағы керек пе, қоңыры керек пе, нұрлыбек керек пе, Диана керек пе, Бизон керек пе. Йеллоустоун әлемдегі ең үлкен гейзерлер шоғырланған жер. Мұнда 500-ден астам белсенді гейзер бар. Бұл жер шарындағы барлық белсенді гейзерлердің жартысынан көбі. Гейзерлер жер астындағы магма қыздырған судың қысыммен жер бетіне атқылауы нәтижесінде пайда болады. Кейбірі бірнеше минут сайын, ал кейбірі бірнеше күнде немесе тіпті бірнеше жылда бір рет атқылайды. Күшті де мына жерде? О май гад! Может, жоғалды необходимо, да? Кеттік. Көк күмбек су. Hey, Meta, take a video. Метасы бар әйтеуір. Қысып шықсам не кередің? Hey, Meta, stop. Күнде, мысалы 28 күні кеше нешеде атқандарын жазып қояды екен, шамамен ориентир ұстау үшін. Бұл негізі атылады былай. Сосын оны көру үшін бүйтіп орындықтар қойып қойған барлығына. Барлық жағдай жасалған. Адамдар да атқылаған кезде орындарынан тұрып, ешкім істемейді, ешкім тұрмайды. Бәрі мәдениетті, тәртіпті сақтайды. Не, мысалы, әр жерде гейзерлер атқылайды ғой. Соның жан-жақтарын қарасаңыздар, бәрі өлген. Себебі судың астынан химиялық элементтер осы атқылаған кезде бетіне қарай шығады да, табиғаттың бәрін өлтіреді. Елкаларды, шыршаларды қарасаңыздар, шөп шықпайды мына жерлерде, мысалы. Бәрі өлген. Мынаны түсін қараңдар. Бұның да аты бар да, екеуінің аты бір мәні. Экономик гейзер. Кішкентай. Болса да аттары бар бәрі. Мына жерде Wave Spring деген. Тып-тыныш жатыр. Beauty деп аталады. Терең да? Прям прозрачный. Ысы екен суы. Ысы. Өлімге бір қадам деген осы оларды. Түссең болды ғой да. Кішкентай гейзер. Ары қарай өзен. Мына гейзердің аты Спа. Түседі әдемі. Астында темірі бар. Не үшін? Просто так ашылмай. Аюлар ашып алмау үшін. Не бұл? Morning Glory деп аталады, бұл гейзер. Мына жер Fading Glory деп жазып қойған мына адамдар. Бутылка, тыян, мынау заттардың бәрін салып осылай бітеп тастайды екен. Соны жыл сайын осылай тазалап тұрады екен. Сол вандализмнің кесірінен бұл әдемі түсін жоғалтып жатыр жайлап-жайлап. Бық күлдеп отыр. Көрдіңдер ма? Енді көрмейсіңдер. Біз вулканның дәл ортасында тұрық. Оның шеттері, мына таулардың ең шеткі. Бұл вулканның шеттері. Мына прям дөңгелек, үлкен орналасқан. Сол вулканның дәл үстінде біз жүрміз. Қайда? Анда қарап тұр ана кісіні. Сигнал беріп. Адамдар жақындаса артқа қайт деп айқайлайды.
Қандай жерге келдік, Диана? West Camp деген. Ана біреу. Олар ең ыстығы да, ең ыстық гейзерлер осындай көп түсті олар. Иә. Ана көрген қызғылттар олар суып бастап жатқанда. West Camp гейзер бұл Йеллоустоундағы ең әдемі әрі ерекше геотермалдық аймақтардың бірі. Оның ерекшелігі ыстық бұлақтар мен гейзерлердің мұздай Йеллоустоун көлінің жағасында, тіпті кейбірінің көлдің ішінде орналасуы. Бұл жер шамамен 160-170 мың жыл бұрын болған жанартау атқылауынан пайда болған кратердің орнында орналасқан. Сондықтан West Campті көбіне кальдера ішіндегі кальдера деп атайды. Йеллоустоундағы бірінші күннің гейзерлері осымен бітті. Жалғасын жіберіп алмай, жаңа қазақтармен бірге саяхаттағыларыңыз келсе, бізге тіркеліп қойыңыздар. Міне мынаның барлығы. Мына жер West Camp. Yellowstone Lake Museum мына жақта.